Қайырлы күн. Мен Қожахмет Айару, ел үміті премиясының үміткерімін. Менің басты мақсатым білім алып, жаңа биік белестерді бағындыру. Өзімнің қызығушылықтарым туралы айтатын болсам, менің ең сүйікті ісім кітап оқу. Кітап оқу арқылы мен өзімнің ішкі жан дүниемді дамытып, жаңа ақпарат біле аламын. Менің жетістіктеріме тоқтала кетсем, мен республикалық яссауитану сайысының республикалық кезеңіне жеттім. Дебаттарға қатысып, мектептің үздік спикері атандым. Махамбет оқулары ғылыми жобасымен облыстық кезеңге дейін бардым. Түрлі пәндік олимпиадалар мен жобаларға да қатысып жүрмін. Спортта да белсендімін. Волейбол және гандболдан аудандық жарыстарда медальдар алдым. Кішкентай кезімнен мәнерлеп оқу сайыстарына жүлдегер атанып жүрдім. Мектеп парламентінің мүшесі болып, мектептегі шараларға белсенді қатысып, жүргізуші ретінде тәжірибе жинадым. Мен неге осы премияға лайықтымын деген сұраққа жауап беретін болсам, өйткені мен берілмейтін адаммын. Жеңілсем де қателігімді түзетемін, тартысқа түссем келесі жолы мықты болуға тырысамын. Әр қадамда өзімді жетілдіріп, алға ұмтылуға дайынмын. Сондықтан ел үміті премиясы маған жаңа мүмкіндіктерді ашып, үлкен мақсаттарға жетуге күш береді деп сенемін. Назарларыңызға рахмет.